Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге арнайы пәндер оқытушысы Құмарханова Нұргүл Нұрмышевна. 1С бухгалтерия бағдарламасы бойынша автоматтандырылған бухгалтерлік есеп пәнінен сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ұйым туралы ақпаратты енгізу. Сабақтың мақсаты: Қазақстан үшін 1С бухгалтерия бағдарламасы 8/3 нұсқасы бір немесе бірнеше ұйымның бухгалтерлік және салықтық есебін жалпы ақпараттық базада жүргізуге мүмкіндік беретінін, есептің автоматизациясы үшін көп жақты бағдарлама екенін түсіндіру. Бухгалтерлік есептің негізі 1С бухгалтерия бағдарламасы болып саналады. Бұл дайын жоба мекемелерге, әртүрлі коммерциялық жүйелерге, яғни оның ішінде өндіріс, құрылыс, халыққа қызмет көрсетуге, сатудың әртүрлі түрлерін жүргізуге болатынын ұғындыру. Сабақтың міндеті: ұйым туралы ақпаратты енгізу. Ұйымның алғашқы мағлұматтарын, әр бөліктеріндегі маңыздылығын, деректер, яғни реквизит көздерін толығымен енгізуді 1С бухгалтерия бағдарламасында көрсету. Сабақ түрі тәжірибелік сабақ болғандықтан, біз сіздермен бүгін компьютерде орналасқан 1С бухгалтерия 8/3 нұсқасы бойынша ұйымның мәліметтерін енгіземіз. 1С бухгалтерия жүйесі екі бағытпен жұмыс істей алады. Біріншісі ол конфигуратор бағыты, автоматтырылған жүйені негізгі базада сақтайды. Екіншісі ол 1С конфигурация, барлық мекемелерді ақпаратты түрде жүргізуге болады. Сонымен қатар өңдеп, сақтап, нақты ақпаратты кәсіпорынға бере алады. Кәсіпорынның негізгі мәліметтерін енгізу үшін біз 1С конфигурацияға кіреміз. Алғашқы мәліметтерді енгізу үшін біз предприятие мәзірінен организация, яғни ұйым пунктін таңдап аламыз. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, бұл терезеде кәсіпорынның алғашқы мәліметтерін енгіземіз. Наименование, яғни кәсіпорынның атауын жазамыз. Мысалға, бүгін біз ТО астық ұн өндірісін өндіретін комбинаттың мәліметтерін енгіземіз деп айтайық. Сондықтан жазамыз ТО астық. ТО дегеніміз жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Келесі мәліметтерді енгізу үшін біз клавиатурада орналасқан интермен толтырсақ болады. Келесі бізде юридическое физическое лицо, яғни кәсіпорынның заңды немесе жеке тұлға екенін көрсету. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік болғандықтан бізде заңды тұлға дейміз. Егер де кәсіпорын жеке кәсіпкерлікпен айналысатын болса, мұнда біз жаңағы физическое лицо, яғни жеке тұлға деген көрсететін. Біз заңды тұлғаны аламыз. Келесі префикс. Префикс дегеніміз толтырылады. Егер де кәсіпорынның бөлімшелер болған жағдайда құжаттарды бөлу үшін толтыруға болады. Мысалы А немесе Б деген сияқты әріптермен жазуға болады құжаттарын бөлу үшін. Келесі біз кәсіпорынның бинін құрастырамыз. Мысалға алайық: 240, 123, 456, 789. Келесі кәсіпорынның КБСі. КБ деген не екенін білеміз. Код бенефициара дейміз, не болмаса алушының коды деп атаймыз. Бұл екі саннан тұрады. Мысалы, қазір 17 деп қояйық. Бірінші саны ол Қазақстан Республикасының кәсіпорын резиденттілігін көрсетеді. Ал екінші сан ол кәсіпорынның тиесілі экономика секторын көрсетеді. Сондықтан да біз 7 санын жазып отырмыз. Ол мемлекеттік емес, қаржылық емес ұйымдар дегенді білдіреді. Келесі дата регистрация. Яғни, мысалы, біз 01/01/2020 жылы тіркеуге тұрдық делік. Келесі налоговый комитет, яғни салық комитеті. Салық комитетінің біз мәліметтерін енгіземіз. Бұл жерде, бұл терезеде өздеріңіз көріп отырғандай, жеке тұлға және заңды тұлға папкалер бар. Сондықтан біз заңды тұлғаға кіреміз. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай тек ГЦВП-ның мәліметтері бар, программада орналасқан. Сондықтан біз жаңағы салық комитетінің мәліметтерін енгіземіз.
Өздеріңіз көріп отырғандай терезеде создать, яғни құру. Мінеки, мына жерде контрагент создание, яғни кәсіпорынның салық комитетінің мәліметтерін енгіземіз. Жазамыз наименование, яғни жерге салық комитетінің толық атауын жазамыз. УГД деген білеміз да, управление государственными доходами. Мысалы, кәсіпорнымыз біздің Медеу ауданында орналасқандықтан Медеу ауданын жазамыз. УГД по Медеускому району. Району города Алматы. Келесі яшық, ол бізде юридическое лицо, яғни заңды тұлға екенін көрсетеміз. Келесі полное наименование, бұл жерге толығымен атауын жазамыз. Управление государственными доходами. По Медеускому району города Алматы. Кәсіпорынның бинін жазайық. 910 740 0123 деп. Мысалы, салық комитетінің бин номері. Бин деген не екенін білеміз. Бизнес идентификационный номер. Бизнесті сәйкестендіру номері деп атаймыз. Келесі КБМ. КБМ бұл жерде біз 11 қоямыз. Неге десеңіздер, жаңа түсіндіріп өтіп кеткендей, біріншісі Қазақстан Республикасының резидент немесе резидент еместігін кәсіпорынның көрсетеді. Егер біз бір деп алсақ, яғни ол кәсіпорын Қазақстанның резиденті дегенді. Екі деп алатын болсақ, ол кәсіпорын Қазақстан Республикасының резиденті емес дегенді білдіреді. Келесі ол бізде сан қойып отырмыз, ол бір деп. Яғни бір деп қойып отырмыз. Ол бір деген экономика секторы бойынша орталық мемлекеттік басқару органы дегенді білдіреді. Келесі ОКП дегеніміз не? Яғни общий классификатор предприятий и организации. Яғни мысалға 1, 2, 3, 4 деп қояйық. Келесі страна резидентства Қазақстан дейміз. Мұны жерде өздеріңіз көріп отырғандай жалпы мәліметті көрсеттік. Создать, яғни құру, салық комитетінің банкісінің атауын жазуымыз керекпіз. Яғни бұл жерге жазамыз РГУ. РГУ деген не екенін білеміз да? Республиканское государственное учреждение деп қолданады. Комитеты казначейства. Казначейство. Министерство финансов. РК. Келесі организация бізде ОВД, дұрыс. Келесі банк. Жерге жазамыз РГУ комитеті казначейства министерства финансов РК. Записать, закрыть. Мінеки сіздер көргендей, біз бұны таңдап аламыз. Келесі номер счета, яғни счет номерін көрсетеміз. Мысалы 240 701 05 делік. Келесі яшығымыз ол вид расчетный, яғни есеп айырысу счет болғандықтан расчетный счет дейміз. Келесі дата открытия. Мысалы, не дейік, 01 2000 жыл дейік. Келесі валюта түрі теңге. Записать, закрыть дейміз. Яғни Медеу ауданының салық комитетінің мәліметтері толды. Записать, закрыть дейміз.
Бұнда осыны біз таңдап аламыз. Өзіміздің кәсіпорынның мәліметтеріне Медеу ауданының салық комитетінің мәліметтері енгізілді. Келесі, егер кәсіпорнымыз қосылған құн салығын төлеуші болған жағдайда, біз міндетті түрде есепке аламыз. Есепке тұрамыз. Дата постановки на учет по НДС, яғни қосылған құн салығы бойынша есепке тұру күнін жазамыз. Мысалы 01.01.2020 жылы делік. Сериясы мысалы 1, 2, 3 деп көрсетейік. Келесі номері 7894 делік. Келесі дата выдачи 05.01.2020 жылы кәсіпорнымыздың жаңағы куәлігін қосылған құн салығын төлеуші ретінде алдық. Келесіге біз мұнда галочка қоямыз, яғни счет фактурамызға кәсіпорнымыздың толық реквизиті жазылып тұру үшін міндетті түрде галочка қою керек. Келесі банк счет яшығын толтырамыз пернесін. Бұл жерде банктық счеттарды көрсетеміз. Сол үшін біз создать дейміз, яғни құрамыз. Бұл жерде банк счетының мәліметтерін жазамыз. Сіздер білесіздер, кәсіпорын ашылғаннан кейін міндетті түрде өзінің қалауымен Қазақстан Республикасына орналасқан банктердің бірінен ағым счетін аша алады. Келесі, біздің кәсіпорнымыздың мысалы банкісі Центр кредит деп алайық. Мысалы бұл жерде бағдарламада банктың толық реквизиттер бар. Сондықтан біз банк Центр кредит таңдайық. Таңдап алдық. Өздеріңіз байқап отырғандай наименование дегенге толық банктың атауы көрсетілді. Барлық банктар бізде Қазақстанда АО, яғни акционер қоғам болғандықтан бәрі АО деп аталады. Келесі номер счета, яғни счет номері. Мен сіздерге айтып өткендей, кәсіпорын ағымдағы банк счетін ашамыз деп, сондықтан банк счетының нөмірін көрсетеміз бұл жерде. KZ мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мысалы, кәсіпорынның банктық счеттары ол жаңағы 20 символдан тұрады. Яғни KZ басталып, қалғандары номерлар болады. Келесі мәліметіміз жейтіл, яғни қандай банктан счет ашып жатқанымызды көрсетеміз. Яғни ол бізде есеп айырысу счеті болғандықтан расчетный деп қоямыз. Келесі дата открытия. Мысалы біздің кәсіпорнымыз 01.01.2020 жылы ашылғандықтан, яғни сол күнді көрсету керек. Келесі бізде валюта түрі. Валюта түрі міндетті түрде кәсіпорын ашылған кезде міндетті түрде ең бірінші валюта түрі ол теңге болып ашылады. Егер кәсіпорын басқа шет мемлекет кәсіпорындармен жұмыс істейтін болса, басқа валюта түрімен есеп айырысатын болса, мысалы евро, рубль, доллар деген сияқты қосымша осындай валюта түрлерін енгізуге болады. Біздікі теңге болғандықтан теңгені таңдап аламыз. Дата закрытия жазбаймыз, префиксіміз жазылмайды, өйткені кәсіпорынның біздің бөлімшелеріміз жоқ, сондықтан былай толтырыламыз. Келесі записать, закрыть дейміз. Мінеке өздеріңіз көріп отырғандай, кесте терезесінде кәсіпорынның банктық счетінің мәліметтері көрсетіліп отыр. Толық енгізілді. Основной записать жасап қояйық. Бағымызды қорытындылай келе, конфигурация жұмыс дегенде бірінші етапында ұйымдар туралы мәліметтерді, яғни ұйымның қысқа және толық атауын енгізуді, банктық счеттарды мәліметтерін мысалы көрсетіп өтейін. Сонымен біз сіздермен бүгін осындай мәліметтерді толтырып, осылардың бәрін 1С бухгалтерия 8.3 нұсқасында үйрендік. Бүгін сіздермен бірге 1С бухгалтерия 8.3 нұсқасы бойынша ұйымның мәліметтерін жүргізе отырып, енді рефлексияға көшейік. Бүгін мен не үйрендім? 1С бухгалтерия 8.3 нұсқасы қандай ақпарат алуға мүмкіндік берді?
1С бухгалтерия бағдарламасы 8-3 нұсқасы қандай мәліметтермен қызықтырды? Үйге тапсырма. Бүгін сіздермен 1С бухгалтерия 8-3 нұсқасы бойынша тәжірибелік сабағымызды өтіп, сол сабақта жаңа терминдермен таныстық. Сол терминдерге глоссарий дайындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау, сәлемет болыңыздар.